Кайырлы күн, құрметті оқырмандар. Бүгін біз корей салатын жасайтын боламыз. Ең алдымен 500 грамдай сәбізді теркадан өткіземіз. Осы теркадан өткізілген сәбізіміздің үстіне 1 шай қасық тұз салып, 10 минуттай күтеміз. Ендігі бізге керек заттар осындай дәмдеуіштер және де 70% уксус. Тұз сіңген сәбізіміздің үстіне осы дәмдеуіштердің барлығын бірге саламыз. Осы кезде біздің өсімдік майымызды газға қойып қыздырып алыңыздар. Қазір осы жерге құятын боламыз. Қайнап тұрған майымызды осы дәмдеуіштердің үстіне құйып, араластырып аламыз. Енді 1 шай қасық уксусымызды үстіне құйып, тағы да 1 рет араластырып аламыз. Мінекей біздің салатымыз дайын. Бұл салат чим-чим соусы қосылған салаттан да дәмдірек шығады. Тұтынар алдында тоңазытқышқа 1-2 сағатқа қойып, сақындатып алыңыз. Астарыңыз дәмді болсын.